Адамның аяғы не үшін тартылады? Дәл осы жайлы видеоның соңында айтамын, соңына дейін қара. Адам организміндегі адамның аяғының тартылуы қазір жиі көптеп кездеседі. Әсіресе үлкен кісілерде, спортпен айналысатын, отыратын кісілерде, жастарда да үлкен кісілерде осы нәрсе көп жиі кездеседі. Әсіресе аяқ тартылуы түнде байқалады. Аяқ тартылып судорог ұстап, түнгі ұйқы бұзылады. Ал түнгі ұйқы адам организмі үшін өте маңызды болып саналады. Себебі бұл кезде организмдер өз-өзіне қалыпқа келтіру процесі жүреді. Негізінен адам аяғының тартылуының басы себебі микроэлементтер магний мен калий деңгейі азайып кеткендіктен пайда болады, және де осы микроэлементтің тепе-теңдігі бұзылған кезде байқалады. Сол себептен де осы нәрсені анықтап, соған байланысты дәрумендер беру керек. Егер адам ағзасындағы микроэлементтер деңгейін анықтағыңыз келетін болса, магний, калий, цинк, селен, онымен қоса 20 түрлі микроэлемент анықтағыңыз келетін болса, биоанализатор аппаратынан диагностика өту арқылы сіз білсеңіз болады. Толыққанды ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.